Қапшағай қасиетті құт қонған жер, көгерай су мөлдір нұр тұнған жер, Димаш атам қолтаңбасы сайрап жатқан, Қапшағай бақ тарыған құтты мекен. Армысыздар құрметті Қазылар алқасы мен фестивальға қатысушы әріптестер. Қапшағай қаласындағы тереңнен сыр шертетін тарихқа толы қазыналы мекеннің бірі қалалық кітапхана. Мекеме тарихы 1971 жылдан бастау алады. Кітап қоры 104 мың дана, жаңа ақпараттық технологиялар, электронды ресурстар, оқырмандарға қызмет көрсетудің жаңа формасы. Кітап қоры веб-рабис бағдарламасына енгізілген. Заман ырғағына ілесе отырып, дәстүрлі және инновациялық технологияларды пайдалануда мен де өз үлесімді қосып келемін. Оқитын ұлт жобасы аясында кітап оқитындардың санын арттыру мақсатында көпшілік іс-шараларда жаңа формаларды үнемі қолданып келемін. Библиодайвинг, әдеби рандеву, нон-стоп, мудбейбл, библиофреш, дежавю сияқты шаралар оң нәтижесін көрсетіп, оқырман саны артып, кітапхана көрсеткіштеріне игі әсерін тигізуде. 2021 жылы балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау жылы аясында 3 тілде безендірілген балалар бөлмесі ашылып, мекеме есебінен 400-ден аса кітап библиошопинг әдісімен толықтырылды. 2022 жылы балалар жылы аясында барлық жастағы балаларды кітапханаға тартуда, балалар әдебиеттің жауһарларын кеңінен насихаттауда, жаңа идеялар мен креативті шешімдер іздеп келемін. Кітап квиз интеллектуалды ойыны балалар арасында ерекше қызығушылықтарын оятса, библиокруиз, арт-марафон, жылдам оқу, кітап фестивалі, патриоттық акциялар мен челлендждер балалардың кітапқа деген құлшыныстарын арттыра түсіруде. Тұрақты оқырмандарды кітап оқуға қызықтыру үшін арнайы жобалардың берері мол. Өзімнің ұзақ мерзімді нәтижелі жобаларымның бірі өлке әдебиеті цифрлы форматта жобасы. Жоба нәтижесі Казнеп сайтына енген жергілікті қаламгерлердің шығармаларын QR кодпен насихаттаймын. Бүгінгі кітапханашы, тілші, журналист, педагог, психолог, бағдарламашы, менеджер, актер, дизайнер. Бір сөзбен айтқанда, 8 қырлы, бір сырлы маман иесі. Білімнің, рухани мәдениеттің ордасы кітапхана ешқашан мәні мен маңыздылығын жойған емес. Кітапханашы да сол киелі орданың мәртебелі иесі болып қала бермек.